Сенат депутаттары қоғамдық кеңес мүшелерімен кездесті. Атқарған жұмыстары жөнінде айтып, 3-ші мегаполис үшін қолдан келген істі жасаудан аянып қалып жатқан жоқпыз деп ағынан жарылды. Мәселен, биылдың өзінде олар шымкенттіктердің атынан түскен 100-ге жуық арыз шағымды зерделеп үлгеріпті. Енді Шымкенттен сайланған сенатор болған кейін Айгүл Жарылқасынқызы екеуміз Шымкентке қатысты тікелей қаржыландыру мәселесінен бастап, оның ішіндегі инфрақұрылымына қатысты жол мәселесі, құрылыс мәселесі, тұрғын үй мәселесі, газдандыру, жарықтандыру, кәріз жүйелерін жасау бойынша да. Одан кейін өздеріңіз білесіздер, 18 жылы Шымкент қаласы республикалық маңызды бір қала алып, Түркістанменен баланс меншік дүние мүлкі бөлінген кезде 35 миллиардтай қаражат Түркістан қаласында Түркістан облысында өтіп кеткен болатын. 99 мемлекеттік мекеменің қаржыландыруы, бір жылдық қаржыландыруы Шымкентте өткен мекемелердің қаржысы Түркістанда қалып кетті. Оны дәлелдеу мүмкін болмады. Сонда тек қана оның мәселесін тікелей үкіметтің алдында қойып, премьердің алдында қойып, сол ақшаны қалпына келтіру мәселесімен біз енді соны аяқтап болдық. Қалпына келді деуге болады бюджет қаланың. Жиынға қатысқан қалалық әкімдік жанындағы қоғамдық кеңес мүшелері тұрғындар атынан бірнеше мәселе елорда деңгейінде көтерілсе деген ниеттерін білдірді. Бізде мына облыстар әлі де қалып кеткен 8 больница бар. Как раз қазіргі індет жағдайында біз мына Шымкент осы 8 больница біздің балансымызда болғанда бірінші орында ең мықты қала болар едік. Індеттің жеңу, соны күресу мәселесі бойынша. Тура сол тезірек біздің Шымкент балансына өтсе, себебі ол бөлісу несі республикада шешілетін сияқты байқауымша. Ол бір. Екінші мәселе. Шымкент туралы заңда айтқанда қарап, сол жерге осы коэффициентімізді туырлап, жаңағы больницалардың бізге қайтарып берсе, осы мәселелер біраз шешіледі деген оймен мен алдым жаңағыдай бізде біраз қоғам кеңестер төрағаларымен жаңағы министр Балаевамен жиналыс болып, сол жерде осы мәселелерді айтып кеттім. Осыны жаңағыдай президент әкімшілігіне жеткіземін деді. Дегенмен әлде де сіз біздің сайланған сенаторларсыздар ғой. Осы мәселені заң шеңберінде қарап, дұрыс шешім қабылдасаңыздар деген оймен айтқым келіп жатыр. Жиында көтерілген мәселе аз болмады. Сенат депутаттары олардың біразын бақылауға аламыз деп сендірді. Ботагөз Әбдіжәлел, Антон Семенов, Саят Асанханов, Нар Ньюс.